тұщы суда, ащы суда өсетін балық болғандықтан. Енді теңізге қазір кішкене тұщыланғаннан кейін бұрынғы байырғы құнды балықтар қайтып келгендіктен балықшылардың да жағдайы әлеуметтік жағдайлары қалпына келіп зауыттар қайтадан жұмыс істеп біздің аралдың балығы мынау Еуропаның Германиядан бастап бірнеше елдерінің дүкендер сөресінде сатылатын еді. Балық деген ол біздің бір өзімнің салам болғандықтан айта кетейін. Бұл экспорттық потенциалы жоғары, сосын экономикада азық-түлік саласында енді әсіресе біздің Қызылорда өңірі бір балықты ерекше сүйсініп ас қылып қадір тұтатын халық қой негізі. Мынау су мәселесі, арал мәселесі, трансшекаралық біздің еліміздің көптеген су бассейні жалғыз Сырдария емес, көптеген бассейндер ол сырттан шекара асып келетін трансшекаралық өзендерден тұрады. Іле өзенінде ертіс болсын, Сырдария болсын деген сияқты. Бағана ағамыз айтты, су деген ол дипломатия деп, елбасымыз да судың мәселесін шешуде біздің министрлерге бұған атсалысып жатыр. Елдің көбісінің маған қоятын бір сұрағы, тиктокта жүрген кіші аралды суға толтырып қойдық деген бір видео жүрді ғой. Сол шын ба өтірік па деген сияқты. Мен айтар едім, оны сол теңіздің жағасында тұратын халық солар жақсы біледі ғой деп министрлерден қойды. Енді су болса, балық та болады, су болса, егін де болады, тіршілік те болады деп ойлаймын. Ал біздің аквакультура бойынша 2026 жыл биыл мен Астана қаласында осы балық өсірушілерге арналған мектеп ашайын деп мен жоспарым бар. Бұйырса біраз шаруалары тәмамдалып қалды. Өзімнің алған білімім, тәжірибемді сол Қазақстанның кез келген азаматына оқытуға, үйретуге, бөлісуге, олардың ашқан сол шаруашылықтарын жетекшілік сүйемелдеуге деп айтады ғой, сопровождать етуге дайынмын. Бұған дейін де талай шаруашылықтарға сондай қолдау білдіріп жатырмын.